Бүгінгі қойылым Жоршы ханның қойылымы? Как раз жошы болып атқанда біз ана декорацияны құлатып алдық. Біздің мынау театр өнер үшін біз егер сол кісілердің қызметі болмаса, біз сахнада өмір сүре алмаймыз. Кейбір спектакльдердің декорациясы қиындау болып тұр. Кейде түнімен жасаймыз. Өйткені таңғы 11-де 10-ға репетиция қойып, оған дайындауымыз керек. Оның барлығы көрерменнің көзіне көріне бермейді. 10-да, 12-де, 2-де ойнайтын сказканы Сұлтан ағамыз ауырып қап. Бір-екі выходы бар, шалды ойнайды. Сонда мені шығарып жүрген. Сөздерін жаттап аламыздар, выходың уже бір артыс жоқ болса, жүгіріп бара тауып аласың, кулисан артын жүріп. Сахна бұл өмірдің кішкентай әлемі, ал сахна құрастырушы сол әлемнің архитектор әрі мүсіншісі. Ол көрерменге көрінбейтін, бірақ сезілетін эмоциялар мен оқиғалар құрылысын жасайды. Оның қолымен бос кеңістікке жан бітеді. Онда кейіпкерлер өмірге келіп, сезімдері шырқайды. Ғалымдардың зерттеуінше сахнаның визуалды элементтері спектакльдің әсерін 70%-ға дейін арттырады. Сондықтан бұл мамандық өнер мен техника арасындағы нәзік әрі күрделі байланыс. Көтеріп алыңдар сразу. Бүгінгі қойылым Жоршы ханның қойылымы. Кеше үйлену спектаклін ойнағанбыз. Соны бұзып, жігіттерім қазір Жоршы ханды 3-ке дейін дайындап беру керек. 3-те артистер сахнаға шығады. Мына Жоршы ханның үйі. Соны мінекей жігіттер көтеріп тастайды жоғарыға. Сосын қазір бутафордың жігіттерін айттым, кішкене ана жер мына жерін істеп жүру керек. Қазір каркасын жинап, үстіңгі бет шеттарын жабады. Мына жақтың бәрін босатамыз. Мына қойылым кезінде мына жақтың бәрі таптада бос болу керек. Сол қазір жігіттер бір жарты сағат ішінде станок жинап тастайды. Ана жігіттер станоктың механизмін жасап жатыр. Ары-бері жүргізеді. Болды? Күнделікті жұмыс осы қайнап атқан. Кейде бос болып қаламыз, кейде жеңіл спектакль, кейде асықпай келетін күніміз болады, ерте кететін күніміз болады, но көбінесе кеш кетеміз. Өте кеш кетеміз. Біз жаңа премьера шеңберді осы жұма күні, сенбі күні ойнадық. Соның өзінде неше күн шапқылап, сол шеңбермен жүрдік. Декорациясын дайындадық, малый залда шапқыладық. Соны өткізіп, енді шеңбердің есімін жинап, келесі күйге дайындаламыз, бұйыртса. Байқа! Еңбектері деген өте зор. Біздің мынау театр өнер үшін. Біз егер сол кісілердің қызметі болмаса, біз сахнада өмір сүре алмаймыз. Біз сахнада жүре алмаймыз. Жалпы театр өмір сүре алмайды деп ойлаймын. Өйткені біздің бүкіл сахнадағы декорациямызды кіріп шығуымызға, әрбір баспалдақ, әрбір стөлдің қойылуы, половиктардың жайылуы, мынау декорациялардың орын-орнымен орналасуының барлығы осы сахна декораторларының, жұмысшыларының, солардың еңбегі деп ойлаймын. Негізі мамандығым информатика мұғалімі. Мұғалім болғым келмеді. Негізі таңдаған жоқпын, былай жұмысқа келгенмін ғой, бірақ театр балалата дейді ғой, сол балалатада қалып қойдық қой. Осы салаға мен 96 жылдың аяғында келгем. Содан бері әлі осы театрда, осы Шаңғар қаласында жұмыс істеп жүрмін. Бұл жұмыстан енді алғандай, мен де сіз жаңа айтқандай мотивация аламыз, кішкене заряд аламыз. Мынау енді 30 жылдың маңайында болып қалды ғой, жұмыс істегеннен кейін. Бұл енді екінші үйіміз деп санауға болады. Үйден гөрі көп уақыт осы театрда өткіземін.
кейбір спектакльдердің декорациясы қиындау болып тұрады. Кейде түнімен жасаймыз. Өйткені таңғы 11-де 10-ға репетиция болып қояды, оған дайындауымыз керек, сол үшін кейде түнімен жасаймыз. Таңертең одан кейін жасап болғаннан кейін 1-2 сағат дем аламыз, қайтадан репетиция кіріп кетеміз. Сондай нюанстар болады енді, бірақ прям қатты қиын деп айтуға болмайды енді. Соншама жыл жұмыс істегеннен кейін бәріне үйреніп. Таңертең біз сахнаға дайындыққа келген уақытта оның барлығы уже жұмыс істеп қосылып тұру керек. Сондықтан олардың жұмысы оңай емес, бірақ енді оның барлығы көрерменнің көзіне көріне бермейді. Сондықтан мен ол азаматтарға әлі де табыстар тілеймін, отбасыларына аманшылық тілеймін, дендеріне саулық тілеймін. Осы театрын, осы жұмыстарын әлі де сүйе берсе екен деймін. Жалпы сахна құрастырушылардың еңбегі бұл жерде театрда жалпы орасан зор деп айтуға болады. Өйткені таң атпай келіп, түннің бір уағына дейін сол декорацияларды жасап, оларды шығарып, оларды ол театр қойылымы біткеннен кейін міндетті түрде ол декорацияларды бұзады. Одан кейін ертеңгі болатын спектакльге жаңа декорацияны құрады. Сондықтан бұл жерде еңбектері өте ауыр. Дегенмен ол енді ауыр еңбектің азаматтары деп есептеймін. Сондықтан да мен әрдайым сол түннің бір уағына дейін жүрген уақыттарында қастарынан табылуға тырысамын өзімді. Қай жылдары мен ұмытып қалдым. 2005 жылдар ма екен, 2003 пе екен. Алтын сказкасын Павлодарға барғанбыз гастрольге, Павлодар қаласына. Сонда таңертеңгі 10-да, 12-де, 2-де ойнайтын сказканы Сұлтан ағамыз ауырып қап. 1-2 выходы бар, шалды ойнайды. Сонда мені шығарып жүрген. Мен ойнап шыққам, бір күнде 3 сказканы ойнап шыққам, шалды. Қасымда Алтынай бар, Нөгербек Асылбек Қапаев, Қарлығаш, олақта Қарлығаш актриса Танабаева. Сонда 4-еуміз ғана ойнап шыққамыз сол сказканы. Сонда Сұлтанның жоқтығын білдірмей, енді балалар ғой, билет алып келгеннен кейін ойнап шыққан бар ол уақытта деймін. Енді Марат ағамыз Барбасов мырза, ол театрда қазіргі таңда шатаспасам 20 жылдың үстінде жұмыс жасайды. Өте білікті маман. Жалпы ұлы режиссер біздің Әзірбайжан Мадиұлы Мамбетовтің кезінде жұмысқа орналасқан азамат. Сондай ұлы режиссерлардың талай қойылымдарын көрген, сондай ұлы режиссерлардың талай ақылын тыңдаған азаматтар қазіргі таңда театрға әбден керек маман екенін мен білемін Марат ағамыздың. Сондықтан осы кісінің біліктілігінің арқасында қазір театрдағы жұмыстарда ақсап жатқан жоқ. Қазір жігіттер мына роликтерін ауыстырғаннан кейін мына 2 станокты көтереміз. Абайлаңыздар колоннан. Сол мына станок ары-бері жылжығаннан кейін мына механизмдар кейде подшипниктер шашылып қалады. Сол үшін каждый спектакль алдында тексеріп отырамыз. Бұл спектакль кезінде бір орында тұрмайды да, каждый картинаға ауысып отырады. Сол. Ауыстырып отқанда спектакль кезінде қозғалмай қалады да, подшипниктері шашылып кеткен. Қозғалғанда қиын қозғалады да. Подшипниктен болғаннан кейін механизм өз-өзімен айналып ары-бері жүре береді. Өте көп спектакль барысында бүкіл спектакль сайын ауысып отырады картинасы. Қайта бұл декорациясы жеңіл ғой. Ауырлары бар бізде. Бұл қайта жеңіл. Біз 4 сағат, 5 сағат құратындар бар. Гастрольде вообще өткенде Дон Кихотпен 2 фурамен бардық Алматыға. 4 фурамен бардық Алматыға. Бір Дон Кихотпен. Соның өзін таңертең бастап спектакльға дейін үлгердік қылып.
бөтен сахнада все равно қиын. Өзің сахнаң өзіңдікі ғой. Бәрін білесің қай жерде екенін. Бұл жерде қыз жібегіміз бар, Дон Кихот бар, келше үйлену болды. Үйленуді жаңа бір 2 сағат, 2,5 сағаттай бұздық. Ол енді 2 этажды ғой. Соны 2 сағаттай бұздық. Қайта Джордж хан енді сондай қатты ауыр емес. Но қазір артына үлкен станокты жинайын деп жатыр. Сол қаншама уақыт алады. Мына жақ бос қой, Руслан. осы міне жошы как раз жошы болып жатқанда біз ана декорацияны құлатып алдық. Ана үлкен тұр ғой, үстінде адам отырған кезде құлатып алдық. Элеватор көтеріледі, соны элеватордың үстінде қалып қойған ғой. Содан құлап кетіп тарс етіп сахнада спектакль болып жатқан кезде ортасында. Светті өшіріп тез-тез көтеріп жөндеп жібердік қой, білдіртпей жібердік. Бірақ дауыс естілді деп ойлаймын. Дауыс қатты шықты, тарс етіп. Біздің жұмыстың қауіптігі өте көп. Құлап кетеді, үстіне бірдеме түсіп кетеді, аяғын қысып алады. Өте көп қауіпсіз жұмыс. Сондықтан ондайға оқыту керек қой деп ойлаймын мен. Ондайға оқыту керек қой деп ойлаймын. Өйткені бұл театр ғой. Артист, например, актерскийін бітіреді ғой. Ол артист болады. Біздікі, например, сахна жұмыскері, жаңағы механикасы сондай бір 4-5 жылдың оқып қажеті жоқ қой деп ойлаймын. 1 жылда оқыса да көп нәрсе үйреніп алуға болады. Марат Барбастың сіздер білмейтін әрине қырлары көп. Менің өзімнің жан досым десе де болады. Біздің театрда әлгі актер, мынау директор болыпты, мынау сахна машинист екен деген нәрсе жоқ. Бізде барлығы бірге. Бәріміз бір ұжым болып жұмыс істейміз. Сондықтан өзінің ісіне берілген азамат, адал азамат. Мен әлі көрмеппін Мараттың бір декорацияны дұрыс қоймағаны, бір матаны дұрыс ілмеген жөнінде. Әр өзінің ісіне бізден бұрын ертерек келеді, сонан кейін қай жерде қай зат тұр, оның барын өзі түгендейді, бәрін дайындап береді. Сондықтан Марат Барбастай ондай осы сахна машинисі жоқ деп ойлаймын. Сөздерін жаттап аламыз да, артистердің. Выходың уже бір артист жоқ болса, жүгіріп бара тауып аласың. Кулисаның артына жүріп, сахнаның артына жүріп. Қазір сенің выходың байқау деп, қалып қойма деп. Оны бәрін білетінбіз, қазір бұл жерде уже біле қоймаймыз оны. Сахна үлкен. Қазір уже помреждары бар, өзінің каждыйында рация бар. Рациямен айтып отырады. Біз кулисаның артына отырамыз да, уже жаттап алған сөздерін. Біреудің выходы келіп қалса, жүгіріп барасың, например. Нұрайка, сенің выходың кеттік деп. Жүгіріп жетіміз қазір. Қазір заман басқа ғой. Сахна құрастырушының жұмысы тек декорацияларда орналастыру ғана емес. Ол сахнаның қауіпсіздігі мен функционалдығын қамтамасыз етіп, актерлердің еркін әрі сенімді қозғалуына жағдай жасайды. Әр бөлшек мұқият есептелінген, өйткені сахнадағы кішігірім қате үлкен апатқа әкелуі мүмкін. Сондықтан бұл мамандықта техникалық шеберлік пен шығармашылық бірдей маңызды. Сахна тірі организм, ал құрастырушы оның жүрегі мен миы. Бұның қызығы мен білмеймін, өз жұмысымда мен үлкен ләззат аламын. Өзім жұмысым өзіме қатты ұнайды. Таңертең 8:30-нан мен өзім ерте тұрамын, 8:30-нан келем. Сол 10-11-ге дейін осындамын. Үйге жатуға ғана барамыз ғой. Жатып, балаңды бір иіскейсінде, тамағын ішіп, жуынып жата қаламыз, тұрып қайрадан келеміз бітті. Таңертең кешкен осында, обедіміз де осында, жұмысымыз да осында. Қонаққа 10-нан кейін барамыз, 9-дан кейін барамыз кешке. Құлатайықшы, жо-жо, байырақ құлат қазір кеп, қайырған, не крастайды ғой астын. Қалай түсінді, театр деген ол какой-то бір механизм ғой. Сол механизмдің бір бөлігі деп айтуға болады. Өйткені әр адамның өз несі бар ғой, өз функциясы бар. Например, адам сияқты алсақ, или қолымыз ба, или аяғымыз ба, или бір мүшесіміз ғой, бір мүшеміз істемей қалса, онда уже полноценный не болмайды да.
Біздің сахнамыз так солай ғой. Модернизированный, бәрі электронный, бәрі системада, бәрі пультта. Бәрі түсіріп көтеретін нәрселердің бәрі система ғой, пультпен. Ауыр нәрселер ғой, үлкен объемный нәрселер ғой, оны бір адам істеу мүмкін емес. Басшы өз жұмысшысына мотивация бермесе, оны жігерлендірмесе, ол жерде жұмыс жүрмейді деп сеземін әрдайым. Сондықтан мен әрдайым сол сахна құрастырушылармен бірге қандай да бір демалыстарға келгенде, мерекелерге келген кезде ол кісілерге еңбек ақыларына түрлі бағдарламалар ойлап тауып, түрлі бір қосымша ақылар төлеуге тырысамыз. Жалпы сондай жұмыстар өте көп. Олардың жұмыс ауыр екенін ескере отырып, міндетті түрде біз ол кісілерге үстемақыларын жасаймыз. Міндетті түрде мынау премияларын береміз деген сияқты жұмыстар міндетті түрде қолдау табады. 2000 жылы 98 кірдім, 2000 жылы кетіп қалдым, басқа салаға кірем деп. Ол сала болмады, бірақ қайтып келдім мен. Ол жол уақытта Азербайжан Мадиевич келді, сол кісі мені қайрадан алып алды жұмысқа. Ол кісі ол уақытта қыз жібекті қойып атты, елбасы келу керек болатын. Сол салада асығып жүрді да, қыз жібекті қойып атқанда, сонда қайрадан алып алды мені. Мен содан қайрадан келдім, содан кейін ондай ой болмапты менде. Қазір енді менің қарамағымда қағаз бойынша 30 жұмыскер болу керек. Қазір 10 бала жүрміз біз. Өйткені сөздің шыны керек, келмейді, келсе бір ай істейді, кетіп қалады кейбіргі балалар. Қазір Құдайға шүкір, жігіттерім уже 1 жыл, 2 жыл істеп жүргендер бар, уже әбден үйреніп алды осы жерге. Театрдың маңайына көшіп алғандар да бар, жаяу келеді, жаяу кетеді. Бұл енді ондай мамандықтарға кішкене жастарға мотивация жасау керек, кішкене ең бірінші енді жалақы мәселесін ол жағын көтеру керек. Үй жағын, өйткені жастардың көбінесе сол мамандық неге таңдамайды, потому что зарплатасы аз. Оған ештеңе үй де ала алмайды, не машина да ала алмайды. Сол үшін жастар менсінбейді ғой ондай жұмысты. Кішкене мотивация керек та. Сендер сияқты келіп, телевидение түсіріп, газетке шығарып, сондай кішкене. Солай деп ойлаймын. Биыл енді өздеріңізге мәлім Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев президентіміздің арнайы жарлығымен жұмысшылар маманы болып бекітілгеннен кейін жалпы барлық мәдени, болмаса мәдени емес ұйымдардың бәрінде де жұмысшыларға деген көзқарас ол оңынан көрініп жатқаны анық. Өз тарапымыздан да біздер өз жұмысшыларымызға оң көзбен қарап, оңтайлы шешімдер жасап, әрдайым ол кісілерді қолдап, қорғап, алдағы жоспарларының бәрін осы дұрыс бағытқа түсіру мақсатында көптеген жұмыстар жасалып жатқаны анық. Олар біресе өздері машинист болады, біресе световик болады, біресе осындай жұмыстардың барлығын тындыра береді. Сондықтан біз олар болған уақытта біз ешқандай қиындық көрмейміз. Сондықтан барлықтарына аманшылық тілеймін, Маратқа да сәттілік тілеймін. Аман болсын, дені сау болсын деймін. Актер, актриса, әртіс жалпы, ол музыкант болсын, ол дайындалып, берілген сахнаға шығады. Осы тұрғыда дұрыс түсінуіміз керек. Өткен декорациясы қойылады, жарығы беріледі, гримі бетіне салынады, костюмы тігіледі. Ал актерға тек қана керегі сол берген пьесаны жаттап, соған образ шығарып, сол біздің астындағы жұмысшыларымыздың жасаған киімін де, бетіне салған гримін де, сол қойған жарығын да, сол қойған дыбысын да, сол қойған жаңағы костюмін де біздің жұмысшылар жасайды. Яғни жұмысшылардың мәртебесі биік. Әрдайым биік. Мен басқа жерге жауап бере алмаймын. Біздің мекемеде жұмысшылардың мәртебесі биік екенін ашық түрде сенімді айта аламын. Ол біздің театрдың жүрегі солар, негізі, сол азаматтар. Осында жоқ, енді осы жерден пенсияға шығам ба деген үміттеміз. Бұйыртса, пенсияға қалдырса, ары қарай жұмыс істей береміз, Алла денсаулық берсе. Жастарды үйретіп, қазір уже
заман келген сайын жастарды үйрете бересің. Қазіргі маған айттым ғой бір сөзімді. Жастар қазір бізден мықты. Жастар қазір бізден ақылды. Қазір жастарды алдай алмайсың. Қазір жастар айттым ғой, жалқауынан басқа істесе болды, қазір жастар мықты. Қазір жастар алып кетеді жұмысты. Сахнаның жансыз декорация емес, өз ритмі, өз тынысы бар. Ал сол тынысы тірілтетін адам сахна құрастырушы. Оның жұмысы спектакль басалардан бұрын аяқталады, бірақ сол сахнада не болатыны көбіне соған байланысты. Бір қойылым үшін кейде 30-40 тоннаға дейінгі құрылымдар жиналып, бөлшектері миллиметрлік дәлдікпен біріктіріледі. Бұл техникалық дағды ғана емес, сахна тілін түсінетін эстетикалық сана. Сол себепті сахна құрастырушы өнерге үнсіз қызмет ететін, бірақ оның болмысына жан беретін тұлға.